Сәлем достар. Алдарыңызда Мисс Пуля атты фильміне қысқаша шолу. 23 жастағы Лаура Геррера кедей отбасында өскен. Ол сұлулық байқауына қатысу оның өмірін өзгертуге мүмкіндік береді деп үміттенеді. Байқау өтетін жерде үміткерлер ұзын-сонар кезекке тұрып қалған. Лаура құрбысы Сузаның да орнын ұстап тұрған еді. Екеуін де іріктеуден өткізіп, ертең байқауға келуін тапсырады. Кешке Суза полиция қызметкерлерімен ұйымдастырылған кешке өзінің жігітімен бірге барады, ал Лаура көңілі қаламаса да бірге еріп кетті. Кеште Суза есірткімен күрес бөлімінің мас агенттерімен араласып жүреді. Олар байқауға көмектесе аламыз деп сендірген еді. Ал Лаура бұл былықтың ортасында болғысы келмеді. Құрбылар сыртқа бірге кетеміз деп келіскен, бірақ күтпеген жерден шатыр арқылы қарулы адамдар кіріп келеді. Лаура сол жерде бандиттердің бастығына ұнап қалады. Ол қызға ақша лақтырып, бұл жерден кетуін бұйырады. Лаура құрбысын алып кеткісі келеді, бірақ жарық өшіп, атыс басталып кетті. Бандиттер адамдарды қырып, бірнеше мәйітті өздерімен алып кетеді. Олар кәсіби әрекет етіп, рация арқылы сөйлесіп отырды. Лаура екінші қабаттан секіріп, әрең дегенде қашып құтылады. Қылмыскерлер мәйіттерді пикапқа тиіп, полиция келмей жатып іздерін суытады. Полиция клубтың маңын қоршауға алып, Лаураны ішке қайтармады, ол құрбысының аман екенін білмей қалады. Сағаттар өтті, бірақ Сузаның тағдыры белгісіз күйінде қалады. Келесі күні таңертең Лаура байқауға кешігіп келеді, ұйымдастырушы оны қуып шығады. Суза жайлы ақпарат іздеп, Лаура полицейден көмек сұрайды. Мұртты офицерге бәрін айтып береді, ол болса куәгер ретінде бөлімшеге апарамын дейді. Бірақ жолда тоқтап, көліктен түсіп кетті де, орнына бандиттер келіп, Лаураны көлікке күштеп отырғызады. Осылайша, Лаура кеше ғана клубта қанды қырғын жасаған бандиттердің қолына түсті. Автотұрақта оны басқа көлікке отырғызады. Лаура ешкімге тіс жармаймын деп уәде береді, бірақ тым кешеді. Вальдес оның мекен жайын, бірге тұратын адамдары туралы біліп алған. Лаура шындықты айтуға мәжбүр болды, әйтпесе оны өлтіріп тастайтын еді. Бандит оған тізерлетіп отырғызып, күте тұруын бұйырады. Оған қылмыскерлердің артынан еріп, елшілік алдына көлікті тоқтату тапсырылады. Лаура бұйрықты орындап, картел үшін алғашқы тапсырмасын сәтті атқарады. Вальдес байқауға қатысуға көмектесемін деп уәде берді. Бірнеше минуттан соң ұйымдастырушы кешірім сұрап, Лаураға қатысушы нөмірін табыстайды. Сонымен қатар, Вальдес жақын арада Сузамен кездестіретінін айтып, Лаураға біраз ақша ұстатады. Ол Лаураны ұстап, телефонын тартып алып, орнына жаңасын береді. Кейін оған байқауға киетін көйлек сатып алып, жасыратын жерге апарамыз дейді. Лаура сәнді дүкенге барып, $1000 тұратын көйлек таңдайды. Картельмен жұмыс істеу жиіркенішті, бірақ сондай көйлек кию жағымды еді. Алайда Вальдес қоңырау шалған сәтте, ол есін жиып, дүкеннен қашып кетеді. Қалада атыстар естіліп, үйлер өртеніп, полицияның арнайы жасақ көліктері жүріп жатты. Дәл осы сәтте Лаураның жанынан полиция көліктері тоқтайды. Лаураға есірткіге қарсы күрес агенті тап беріп, Вальдес берген телефонды күшпен тартып алады. Қызды жерге сүйреп, балшыққа лақтырып, үйіне бар деп бұйырады. Тек бір тәуліктен кейін ғана Лаура үйіне орала алды. Інісі Рамон қатты уайымдап отыр екен. Жаңалықтардан Лаура сол көлікте полиция агенттері мен бір белгісіз әйелдің мәйіттері болғанын біледі. Кеше түнде клубта 13 адам қаза тапқан. Інісі Лаураға тамақ ретінде тек бір ғана алма таба алады. Сол сәтте оқтар тиген көлік олардың үйінің алдына келіп тоқтайды. Үйге Вальдес баса көктеп кіріп, Лаураның әкесін тізерлетіп отырғызады. Ол жаралы еді. Қылмыскердің жасырынған мекенін федералдар тауып алған. Енді ол Геррералардың үйін паналауға мәжбүр. Полиция бандиттің орнын Лаураның телефоны арқылы анықтаған. Лаура оның жарасын таңып береді, ал Вальдес ашуға булығып, киім дүкенінен неге қаштың деп сұрайды. Енді бандиттер отбасының үйін уақытша базар ретінде пайдаланбақ. Егер Лаура оларға көмектесуді жалғастырса, туыстарын аман қоямыз деп уәде береді. Қыз әкесімен және інісімен қоштасуға мәжбүр болады, олар өз үйлерінен кетіп қалды. Полиция картельдің қару-жарағының көп бөлігін тартып алып, бірнеше мүшесін тұтқындады. Сол түні Лаураға Вальдеспен бірге ұйықтауға тура келеді, әзірге тек ұйықтауға. Таңертең жұмыс басталды. Вальдес қыздың белін скотчпен таңып, оған ақша толы бума жабыстырады. Тіпті дем алуға да қиын еді. Осы ақшаға Лаура 3 жәшік оқ дәрі сатып алуы тиіс болды. Бандит оған мойнына бойтұмар тағып, киінуге көмектесті.
Сондай-ақ Лаура өзінен телефон тартып алған адамды суреттен көрсетіп береді. Енді ол тұтқын ретінде шекарадан өтуі тиіс. Шекара қызметкерлеріне қыз ақш-қа сауда жасауға бара жатырмын деп жауап береді. Оны ұшаққа отырғызып, жолға шығарып жібереді. Аэродром маңында бір америкалық жігіт оған шешін деп бұйырды да, дөрекілікпен ақша толы бумаларды алып шығады. Кейін оқ-дәрі тиелген басқа көлік келіп, жәшіктерді тиеп береді. Лаура Вальдеске Кики Камару сені сатып кетпекші деген хабарды жеткізуі керек еді. Ол оқ-дәрі тиелген көлікті Мексикаға жеткізеді. Міндеттерді орындағанымен туған қаласына оралғанда қарулы қақтығыс басталып кетеді. Лаураның көлігін полиция оқпен атқыла бастайды. Бандиттер қызға көліктен шығып, қауіпсізірек жерге қашуға көмектесті. Бірінен соң бірі қылмыскерлер қаза тауып жатты, бірақ жаңа топтар келіп үлгереді. Лаураны жаралы бандитпен оқ-дәрімен бірге жүк көлігіне отырғызып жібереді. Қыз Кики Камарудың опасыздығы туралы Вальдеске бірден айтып береді. Жолда жүк көлігі тоқтап, Вальдес Лаураны Порше көлігіне отырғызып, тізесіне отырғызады. Қыздың есін жидыру үшін мұрнынан ашатыр иіс кетеді, өйткені оған дәл қазір сұлулық байқауына қатысу керек еді. Ұйымдастырушылар байқаудың кестесін өзгертті, ерекше қатысушыға дайындалуға мүмкіндік беру үшін. Лаура әлі есін жинамаған күйде, не болып жатқанын түсінбей, сахнаға купальникпен шығады. Ол көрермендер алдында жымиғанда жоқ, көрермендерге бір қарағаннан кейін сыртқа шығып кетеді. Келесі кезекте жүргізушінің сұрағына жауап беруі керек еді, бірақ Лаура түсініксіз бірдеңе айтып, жылап жіберіп, сахнадан жүгіріп шығып кетеді. Ол біреудің телефонын алып, інісіне қоңырау шалады, жақындары тірі, бірақ әзірге үйге қайту мүмкін емес. Қуанышты қатысушылар қазір сахнаға шығып, қайсысы төменгі Калифорния аруы атағын алатынын білетін болады. Лаура да ілбіп, олардың соңынан ереді. Аз уақыттан кейін сахнада тек 2 финалист қалады. Екінші орын алған қыз жылап жібереді. Ал Лаураның жүзінде бір бұлшық ет те тартпады, тәжді басына киіп тұрып та эмоциясын білдірмеді. Картельдің сұлуы жеңіске жету үшін байуауды ұйымдастырушыларды 2 рет үгіттеудің қажеті болған жоқ. 10 минуттан кейін ол баспасөз өкілдерімен кездесуі керек болатын, бірақ Лаура тағы да қашып кетеді, бұл жолы коронасы мен көйлек үстінде киген күйінде. Қыз вокзалда отырғанда оны Вальдес тауып алады. Ол неге тағы қаштың деп ашуға булықты. Ол Лаураны ханшайым етті емес пе? Енді егер қаласа, кете беруіне болады, бірақ үйге қайту мүмкін емес. Лаура бірнеше сағат бойы шөл даламен жүруі керек еді, алайда бірнеше минуттан кейін ақ кері оралады. Сөйтіп Лаураға шешін деп бұйырып көлік ішінде өз ласысын орындайды. Риза болған Вальдес серіктестеріне барады. Олар әлдеқашан Кики Камаруды байлап, ұрып-соғып қойған екен. Бұл америкалық есірткімен күрес басқармасының агенті болып шықты. Өз еліңде қалуың керек еді, деді Вальдес тергеуді аяқтап. Оның басына қап кигізіп көлігімен басып өлтіреді. Сосын Камарудың денесін шөл дала арқылы сүйреп апарады. Таңертең азапталған мәйіт көпір астына ілінеді. Вальдес Лаураға әдемі көйлек киюді бұйырып, оны басқа көлікке отырғызады. Қылмыскерлер Лаураны генерал Дон Соломонға сыйлық ретінде апармақ болады. Дәл осы генерал оларға полицияны айдап салған екен. Лаура рөлге өзі отырады. Блокбекеттен оны еш қиындықсыз өткізеді. Бұл салтанатты қабылдау арнайы төменгі Калифорния аруы үшін ұйымдастырылған болатын. Лаураны генерал Дон Соломонмен таныстырады. Бірақ ол кәрі шалмен бір үстелде отырудан бас тартты. Қабылдаудың соңында генерал оған бір жазба беріп, бөлмесінде күтіп отыруға кетті. Бірақ Лаураның ойы мүлде басқа жақта еді. Сол көлікте ондаған мәйітпен бірге оның құрбысы да өлтірілген болатын. Ал Вальдес оның миын үнемі шыр айналдырып жүрді. Не десек те көз жасын сүртіп тапсырманы орындау керек еді. Генерал қазір қонақ үй бөлмесінде оны күтіп отыр. Сұлулық патшайымын металл детектормен тексеріп, ішке кіргізеді. Ішінде қарулы адамдар толып отыр. Шал оны жатын бөлмеде күтіп тұр екен. Ол Лаураға ішімдік құйып, шешінуді бұйырады. Қыз үнсіз бағына бастайды. Сол сәтте Лаура генералдың құлағына сыбырлап, картельдің оны өлтіргелі жатқанын айтады. Бандиттер олардың әңгімесін телефон арқылы тыңдап отыр. Дон Соломон оған алғыс айтып, арнайы жасақты ішке енгізеді. Лаураға төсекте жат деген бұйрық берілді. Олар құдды құмарлық сахнасын ойнап, қылмыскерлерді алдамақ болады. Бірақ генералдың орнына төсектің қасына арнайы жасақтың бір жауынгері келіп жатты. Ол өлімнен қатты қорқып тұрды. Кенет оқ атылып, әлгі жауынгерді атып тастайды.
Егер Лаура дер кезінде жерге құлап үлгермегенде, оны да оққа тіккен болар еді. Қыз төсектің астына еңбектеп шығып, қырғын аяқталғанша күтеді. Бөлмедегі барлық бандит пен полицей өлтіріледі. Ішке Вальдес кіріп келді. Ол Лаураны көріп, федералдарды шақырады. Сөйтсек, ол билікпен байланысы бар адам, осы уақытқа дейін олардың лас істерін атқарып жүрген екен. Арнайы жасақ оны еш кедергісіз босатып жібереді. Ал Лаураны дәлізде аяусыз ұрады, тіпті аяқпен де тепкілейді. Қызды полиция бөлімшесіне алып барады. Біраз уақыттан кейін шаршап шалдыққан Лаураны үлкен залға кіргізеді. Онда прокурор сәтті өткен арнайы операция туралы баспасөз мәслихатын өткізіп жатыр еді. Кеше қылмыстық топ жойылды. Олардың көшбасшысы Вальдес өлтірілді деп жарияланды. Қазір журналистер тұтқындалған топ мүшелерін көріп отыр. Арасында сұлулық патшайымы, төменгі Калифорния аруы да бар. Дәл осы қыз елшілікке мәйіт толы көлікті қойып кеткен. Содан кейін Лаураны күшпен фургонға кіргізіп жібереді. Енді бүкіл ел Лаура Геррера деген есімді біледі. Ол Мексиканың бетке сүтер масқарасы болады. Қыздың қайда жеткізіліп жатқаны беймәлім еді. Бірақ бір сәтте оны көліктен лақтырып жіберіп, кісенмен қылмыскерлер мекендеген ауданның дәл ортасына тастап кетеді. Осымен фильм аяқталады. Аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.